Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен күн мен түн пирогын бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Жұмыртқамыз миксерленіп болғаннан кейін үстінен қант саламыз. Үстінен сұйық майды құямыз. Және де сүтімізді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығы араласып болғаннан кейін, оның үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, електің көмегімен барлығын жақсылап өткізіп аламыз. Пирогқа қажетті құрамның барлығын төменге описанияға қалдырып кетемін. Ұнымыздың барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Міне араласып болды. Осындай қою смес шығуы керек. Дайын болған қамырымызды 1-2 бөлікке бөліп аламыз. Бірінші қамырымызға какаомызды қосамыз, ал екінші қамырымыз осылай қалады. Бөліп алған қамырымыздың біреуіне 2 ас қасық какаомызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды формамызға пергамент қағазын төсеп, дәл ортасынан стаканымызды қоямыз. Стакан ыстықта сынып кетпейді, қорықпай қоя берсеңіздер болады. Формамыздың бір жақ бөлігіне какао қосылған қамырымызды құямыз, ал екінші жағына кәдімгі дайындап қойған қамырымызды құйып аламыз. Дәл осы кезде пешті қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап құйып болғаннан кейін бетін тегістеп, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне менде шамамен 20 минутта дайын болды. Піскендігін ағаш таяқшаның көмегімен көріп алсаңыздар болады. Пирогымыз суығаннан кейін ортасындағы стаканды шетіндегі формасын шешіп аламыз. Міне достар, біздің ерекше дәмді пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Баршаңызға ас болсын.